Құлақ тескеннен кейін осындай объемный ісік пайда болған. Біз қазір бұны удаление алып, онкологияға жіберетін боламыз. Бұл кісі Сарыағаштан келіп тұр. Құлағында екінші түймелік, құлақ тескеннен кейін екінші құлақ пайда болған түймелік. Осыны алдыруға келіп тұр. Кішкентай бүйпесінен операциядан шығып, суббота күні операцияға қайтадан кіріп жатырмыз. Бұл мини операция болғаннан кейін местный анестезиямен жасалынады. Сырғалықтың астына шыққан екінші түйме болып, кейбір әйелдерде осылай шығады. Баласы кішкентай болғаннан кейін баламды өсіріп алайын деп жүріп қапты бұл кісі. Үлкен болып өсіріп қалғанда кішкентай кезінде алып тастау керек еді. Ничего, енді қазір алатын боламыз. Құрметті оқырмандар, құлақ тескеннен кейін осындай сырғалық екінші құлақ түйін пайда болған. Бұл кісіге сырға жақпайды негізі. Біз қазір оны алып тастадық. Өте әдемі результат шықты.